Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді кейк попсының рецептімен бөліспекшімін. Бұған ешқандай коржик пісірудің қажеті жоқ, бар жоғы 3 заттан жасалады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Қызықты рецепттермен бөлісемін. Дәл осылай үйде желінбей тұрған печенье, торттың қалған коржигі немесе вафлидің өтінділерін барлығын алып, блендерге салып үгітіп аламыз. Үйдегі қалған печеньелардың өтінділерін осылай ысырап қылмай, пісіруді қажет етпейтін оп-оңай кейк попсы жасасақ болады. Мінекей біз ұсақ крошка қылып үгітіп алдық. Енді осының үстіне 3-4 ас қасық сгущенкадан салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз қолға ұстаған кезде кәдімгі жабысып, бір формасын ұстайтындай болу керек. Жасауға ыңғайлы болу үшін осы ыдыстың бетіне қасықпен басып ыңғайлап аламыз, және де бір доскамызды, ет тақтайымызды алып, соның үстіне жасалған формаларымызды қоямыз. Дәл видеодағыдай домалақ форма жасап қойсаңыздар да болады, немесе ұзыншақ 4 бұрышты қылып жасасаңыздар да болады. Мен сонда 2 формада жасадым, осы видеода көргендеріңіздей. Мінекей бізде барлығы 12 штук кейк попсы шықты. Бұның формасын өз қалауыңызға үлкен немесе кіші қылып жасасаңыздар болады. Енді сыртын шоколадпен қаптайтын боламыз. Ол үшін нутелланың үстіне мен 2-3 ас қасық тағы да сгущенка қосып, су буында ерітіп алдым. Сыртына осындай қағаз форманың кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Мінекей біздің шоколадымыз дайын болды. Шоколадымызға кейк попсының біреуін алып, бүкіл жерін шоколадқа матырып, шпачканың көмегімен қағазға алып қоямыз. Артық шоколадының барлығы ыдысқа қайта ағып кетуі керек. Бетін өз қалауларыңызға сай әрлесеңіздер болады. Мен осындай конфетти пайдаландым. Дәл осылай біздің кейк попсыларымыз дайын болады. Бетін кокосовый стружкамен де, ақ шоколадпен де әрлесеңіздер болады, өз қалауларыңызға сай. Барлық кейк попсыны осы ерітілген шоколадқа салып араластырып аламыз. Біздің кейк попсымыз дайын болды. Енді морозильникке 1 сағат көлемінде салып қоямыз. Сыртындағы шоколады жақсылап қатуы керек. Мінекей біз уже салып алып шықтық. Мен жарты сағатқа қойып алып шықтым. Беті кепкен. Енді пышақтың көмегімен кесіп көреміз.
Мінекей достар, осындай өте дәмді кейк попсын жасасаңыздар болады. Кез келген уақытта оңай әрі жылдам жасалады. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Альмира. Ас болсын!